Армысыздар тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және комментарий бөлімін жаза кетіңіздер. Жазира 5 жылдан кейінгі өмірге келген қыз. Ата-анасы Жазираны 5 ағасының қылықтарын көріп, еркек жора болып өсер деп ойлаған еді. 6 жасына дейін расымен балалармен асық ойнап, ағаларымен еріп, ауылдың сыртына шөп оруға баратын. Қайтар жолда есек арбаға тиелген шөптің үстінде ауылға жетем дегенше, күн астында ұйқыны соғып келетін. Ұйқысы келмесе есекке өзі отырып, абыкі тобының әндерін дауыстап, бүкіл ауылға естіретіндей шырқаушы еді. Көрген кісілердің бірі Раноның әнші қызы, шөп қалды ма бізге деп күлсе, енді бірі, әп бәрекелді. Есенгелдінің есімін елге танытар осы қыз деп тамсанатын. Мектепке барған соң анасының қолғабыс етіп, ептеп, үй тірлігіне бейімделе бастады. Үйдің кенжесі екен. Кенже қыз екен деп оны ешкім аса еркелете қоймады. Әкесі дәрігер, анасы мұғалім. Бұл үйде темірдей қатаң тәртіп әрдайым бірінші кезекте. 5 ұлдың біреуі де мектеп жасында темекі тартып, шарап ішіп немесе қатарластарымен төбелесіп көрмеген. Жазира да ағалары секілді тәртіпке бағынғыш болып өсті. Өзі тым сұлу еді, анасына тартқан. 8 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін мектептің қыз сынынан, сонымен қатар аудан аралық сұлулық байқауларынан үнемі бірінші орын алатын. Белден төмен түскен ұзын, қою, қалың қара шашы. Әппақ жүзі ботадай домалаған көзі. Найзадай кірпіктері аққудай мойны, шиедей алқызыл еріндері. Қыры-мұрынды қыздың ажарына қарап барлығы таңданушы еді. Рең сұлулығы анасына тартса, бойының ұзындығы әкесіне тартып ұзын болып жаратылған ару. Анасы Рано өзбек ұлтынан еді. Әдетте ұлт аралас некеден туылған перзенттер сұлу болатыны ақиқат. Есенгіл мен Раноның балалары сол ақиқаттың айнадай дәлелі. Ағалары Жазираны дискотекаға да шығармаушы еді. Тіпті аудандарына сүйікті тобы АПК гастрольге келгенде де өздері апарып, өздері әкелетін. Дискотека дегеннің есігін көрмеген қыз тіпті ымырт түссе далаға шықпайтын. Мектеп бітіру кешінде де ағалары ертерек әкетіп, сыныптастарымен таңды қарсы алуға жібермеді. Әлпеш деген қарындастары мектеп бітіріп, оқуға түсетін сәт келгенде бұл үйде 1 ай бойы күнде кешке кеңес жиналысы өтетін. Сөйтіп мың ойланып, мың толғанып, Алматыға мед институтқа тапсыратын болып шешілді. Бірақ екі үлкен ағалары Әлібек пен Жәнбек Жазирамен бірге еріп баратын болды. Екеуі сол жақта жұмыс тауып, бірге пәтерде тұратын болып келісім қабылданды. Сөйтіп екі ағасы және Жазира Алматыға жол тартты. Аналары Раноның Алматыда 2 әпкесі бар еді. Жиендерін күтіп алып, кезектесіп үйлеріне қонақ етті. Үлкен нағашы әпкесі Гүлбахар жиендерін өзінің үйінде қалдырғысы келіп, ниет білдірген болатын. Мектепті тамамдап мед институтқа оқуға тапсырғалы отырған Гүлбахардың қызы Сарбиназ Жазирамен тетелес болған соң, әрі-беріден Жазирада нағашы әпкесінің үйінде қалғысы келді. Бірақ Әлібек пен Жәнбек әкелерінің бұйрығынан асып кете алмады. Екеуі де жұмыс тапқанша сол үйде қоныстанып, кейін араға 1 ай салып қарындастарын алып, бөлек пәтер жалдап көшіп кетті. Гүлбахар өзінің ауданынан 3-еуіне жайлы пәтер тауып беріп, иесімен келісіп, сонда бөлек шығарды. Ара-тұра өзі де келіп тексеріп тұрады. Ол уақытта ұялы байланыс енді тамып келе жатқан кесі. Әлбектің қолында Нокиясы болса да, байланыс қымбат болғандықтан, ауылға аптасына 1 рет қана хабарласатын. Рано әпшесі арқылы балаларының хабарын күнара Гүлбахардың үйіндегі станционарды телефон арқылы алып отырды. Бұл аралықта Жазира оқуға емтихан тапсырып, жауабын тосып жүрді. Тамыз айында Сарбиназ екеуі грант топқа оқуға қабылданып, төбелері көкке бір еле жетпеді. Оқу басталам дегенше 2-7-дей уақыты бар. Ата-анасынан жыраққа шығып көрмеген қыз үйін сағынып, ағаларынан сұранып ауылға барып келуге жолға шықты. Соңғы рет әпшесінің үйіне 6 сыныпта барған Сарбиназда ата-анасынан сұранып, Жазирамен бірге қыдырып келуге бірге кетті. Жас түлек қыздардың көңілі тоқ. Қуаныштары қойындарына сыймай жол бойы кірпік қақпай әңгімелесіп, болашаққа жоспарларымен бөлісіп әңгіме қылуда. Қыздар ауылға жеткенде Есенгелді мен Рана пойыз жолға қолдарына гүл алып күтіп алды. Қыздарын сағынған ата-ананың қуанышында шек жоқ.
мәре-сәре болып үйлеріне әкеліп дастархан жаюда. Есенгелді қорасындағы ең ірі қойды сойғызып, кешкісін ауыл айбатты шақырып, тойлаудың қамына кірісіп кетті. Ләпбайға зар болып отырғандай ағайын жеңгелер де жетіп келіп, қайынсіңлілерін құттықтап, шедел тірлікке кірісуде. Үй іші бір сәтте арқа-жарқа болып кешкі тойға дайындалып жатыр. Жазира сыныптастарына да хабар беріп, кешкісін үйіне қонақ болуға шақырды. Мінекей, Есенгелдінің үйі кеш батпай қонаққа толды. Төр бөлмеге үлкендер жайғасса, жастар жағы Жазираның бөлмесіндегі жайылған дастарханға орналасты. Барлығы түгел жиналғанда Жазира сыныптастарына Сарбиназды, Сарбиназға сыныптастарын таныстырып жатыр. Сәлем, есімім Мөлдір. Осы сыныптастардың арасындағы ең пысығы мен болам деп, ауыл акимиятындағы Қарауыл Мұраттың кенже қызы өзін алғаш болып таныстырды. Сәлем, менің есімім Самат. Осы сыныптас жігіттердің арасындағы ең сымбаттысы мен болам деп, ауыл базарының бастығы Сәуленің ұлы да өзін мақтаудан қалыспай жатыр. Осылайша барлығы өздеріне ең дегенге теңеу тауып таныстырып әлек. Тек Бағлан ғана «Сәлем, есімім Бағлан» деп қоя салды. «Бағлан, сен бұл сыныпта ең кімсің?» деп Сарбиназ сыңғырлай күліп, назарын ерекше аударды. Бағлан кері жауап бермеді. Сыныптастары Бағланның бар жоғын елепте отырған жоқ. Ал Сарбиназ жігіттің көзіндегі мұңның барын байқап отыр. Жазира өз ортасының гүлі, қыздар да, ұлдар да Жазираның сұлулығына тамсана қарайды. Бірі сынып старостысы деп бағынса, екіншілері жай ғана ел аузында жүрген хас сұлудың назарын өзіне аударту үшін барын салатын еді. Содан болар Жазирада сәл тәкаппарлық мінезі қалыптасып келеді. Тек әкесі мен анасының қатаң тәрбиесінің арқасында бұл теріс қасиеті мен мұңламайтын. Ал оқуға грантқа түскелі ол мүлдем өзгеріп шыға келді. Қиялындағы әсем қала Алматыда оқитыны оның өте дәндейсітіп жіберді. Қарапайымдылығы екінші кезекке тұрып, өзімшілдігі берең балды. Дәл осы кеште ол оқуға түспеген сыныптастарының арасында өзін жұлдыз сезініп отыр. Беудариға қыз көңіл сол уақытта бұл мінезінің оңбастан тағдырдың таяқ жейтінін білсеңші. Шіркін-ай, уақыт өте өкініш өкіртетінін сезсеңші. Жастар жағы өз әзілдерімен ойнап күліп отырғанда, үлкендер жағы бата беріп, осы үйдің жалғыз қызына бар тілектерін айтып жатыр. Дастарханға қазақтың бас тағамы ет тамақ әкелгенде жастар жағы сыртқа биге шықты. Жазираны орталарын алып шыр айнала билеп жүрген сыныптастарының көңілдері беймарал. Бәрінің кеудесінде осы жиынның қуанышы лапылдап тұр. Тек Бағланның назары пәс. Біреуден ялып жүргенде қуыстанып жүрген кейпі бар. Жазираны 5-6 рет биге шақырғысы келіп оқталды. Бірақ қасына жолай береді, кері қайтады. Осы көріністі бағанадан бері Сарбиназ сырттай бақылап тұр. Бағланның Жазираға деген сезімінің бары алыстан байқайлап тұр еді. Биялаңның Бағланның қайтып бара жатқанын да байқаған Сарбиназ еді. Басқалары елепте жатқандар шамалы. Ақырын ғана шарбақтан шығып бара жатқан Бағланды Сарбиназ тоқтатып, «Қайда барасың, Бағлан? Кеш әлі аяқталмады ғой» деп, кетпеші деген тілсіз өтінішін баламалап жеткізді. «Мен үйге баруым керек, анам күтіп отыр» деп нық сөйлейтін Бағлан қысқа жауап берді. Бірақ Сарбиназ, танысқаныма қуаныштымын. Сендер Алматыға қайтам дегенше кездесерміз деген жігіттің сөз қыз көңіліне қуаныш ұялатты. Кездесерміз дегенді Сарбиназ кездесуге шақырамын дегендей қабылдады. Жігіт өз жөнімен қоштасты да кете барды. Қыз жүрегі үмітке толып, көзімен жігітті шығарып сала қала берді. Бағлан ұзын бойлы кең жауырында, қысық көзді жігіт онша ажарлы болмаса да көркем мінезі бар еді. Анасы екеуі осы ауылдағы ең кедей тұратын отбасы. Қазір ғой Бағлан өсіп, көршілердің малын падаға апарып, қойдың жүнін қырқып біресе үй сылап әктеп, біресе қора тазалап пұл табуға шарап жүргені. Бұрындары Ләззат байғұс әкімнің үйін тазалап, бүкшеңдеп жүріп ақыға су тасып беріп, шекер, нан, шайға ақша тауып асырады олын. Бір ауылда тұрып, су тасытып малай қылғаны қалай деп, ауыл тұрғындары негізі Ләззатқа былайынша да көмек қолын созушы еді. Орташа тұратын көршілері өздеріне алған картишка, сәбіз, пияздан қылдай бөліп осыларға берсе, ауқатты тұратын отбасылары қап-қап ұн, ұлы екеуіне киімдер беруші еді.
Тек Ләззат көмектескен әрбір отбасыға барып қызмет қылудан шаршамайтын. Ләззаттың мінезі сондай еді. Өйткені оның бойында ата-бабаларынан қалған ақсүйектік мінез бартын. Ешкімнен тегін көмек алғысы келмейтін. Кедейдің кербезінен сақта дер едім. Әгер әке Ләззаттың кім екенін Жазираның өзінен естімесем. Кезінде ауыл басқарған болыстың әулетінен шыққан Ләззат заманында бір топ жастар болып Ташкентке оқуға түскен еді. Ол жастардың арасында Есенгелді де бар. Ләззат педагогикалық институтқа, Есенгелді медициналық институтқа оқуға түсті. Ләззат Рана екеуі курстас болып, сол жақта танысып, құрбы болды. Есенгелді мен Рананы таныстырған Ләззат, жақын құрбысын ауылдасы әрі досы Есенгелдімен таныстырып, бақтарын ашқан қыз өзінің тағдыры осыншама бақытсыз боларын кім біліпті. Оқуды тамамдаған соң жолдамамен Рано Қазақстанға келді. Алғашында Ләззат екеуі Көкшетауда қызмет етіп жүрген еді. Кейін ұстазы Раноны Есенгелді ауылына алып қашып келді. Әрине келісіммен. Ләззат өз ауылына келін болып түскен құрбысына қыз жолдас болып еріп келді. Бұл тойда Есенгелдіге Тахир есімді курстас жігіті кеу жолдас болған еді. Бет-әлбеті ажарлы, қасы мен көзі қиылған. Ләззат ешбір жігітке адам ретінде қарамайтын. Тахирдің да жүрегін бірден жаулады. Бірақ осы жолы қызда кетері болмады. Екеуі сол тойда көзбен сырласып, сезім ұшқыны жарқ ете қалған еді. Той аяқталған соң Көкшетауға жолға шығуға қамданған Ләззатқа Тахир сөз салып, кейіннен ізінен еріп барды. Тахир сол жақтағы емханаға жұмысқа орналасып, сүйгенінің қасынан бір елі қалмаушы еді. Араға жарты салып, екі жас Тахирдің ауылына барып некелерін қиып, беташар той жасап отбасын құрды. 10 күндей қара шаңырақта қызмет жасаған жастар жұмыс бабымен Көкшетауға қайтуларына тура келді. Жолға шығарда Ләззаттың жүрегі дамылсыз күй кешті. Неге екенін өзі түсінер емес. Сонда да екеуі көлікпен Көкшетауға бет алды. Ең сорақысы Ләззаттың сезімталдылығының алдамағаны. Ауылдан шыға берсе-ақ жастар жол апатына түсіп, Тахир тілге келместен жан тапсырды. Келін болып түсе сала жесір қалған Ләззаттың өзі аман қалды. Ішіне енді ғана біткен шарананың періштесі қақса керек. Тахирді намаздап, барлық рәсімдері аяқталам дегенше, Ләззат ауруханада жатты. Кейін босануына дейін енесінің бақылауында болды. Өмірге бағлан келді. Әкесінің аузынан түсіп қалғандай, болып балпанақтай балапан қарақ жамылған отбасыға сығырайған тесіктен түскен сәуледей қуаныш сыйлады. Ләззат уақытынан бұрын босанып қалды. Оған себеп жол апатындағы берінен алған сақымы. Сәби ішінде өскен сайын беліндегі жарақаты да өсе берді. Кесіртілігін жасатып, босанған келіншек ұзақ уақыт орнынан қимылдамай алмай жатуына тура келді. Ләззаттың әкесі ақшаның күшімен қаладан дәрігерлер әкеліп, қызын емдетіп жүрген еді. Ата енесінің рұқсатымен қыздарын бөпесімен өз ауылдарын алды. Осылайша Ләззат өз ауылына қайта қоныс аударды. Бірақ төсекте жатқан күйінде. Ол орнынан тұру үшін дәрігерлердің айтуына қарағанда ұзақ мерзім керек болатын. Ләззатты ата-анасы жаңа туылған сәбидей күтіп баптады. Соның арқасында ақырындап орнынан тұрып жүре бастады. Дегенмен ол мәңгілікке мүгедек атануына тура келді. Өйткені еңкейіп қана жүретін, бойын тіктей алмайды. Бағланды нағашы ата-әжесі өсіріп, қиындық көрсетпеді. Алайда Бағлан 1-ші сыныпқа барарда атасы да әжесіз де бақилыққа аттанды. Ләззатқа тіпті қиын болды. Әкесінен қалған мал-мүлік 3-4 азық болып, әрі қарай мүгедектікте алатын жәрдемақысына ұлы екеуі талғажау ететін. Осылайша олардың күйі күннен күнге нашарлай берді. Ләззаттың уақытылы алатын емі тоқтап қалғандықтан денсаулығы одан сайын тозып кетті. Ақырында елдің көмегіне жүгінді. Дегенмен қанында бар ақсүйектік қасиет тегін көмек алуына көнбей, ара-тұра көршілерінің тіршілігін жасаушы еді. Уақыт өте жеткен жағдайы міне осы. Тіпті орнынан өздігінен тұра алмайды. Дәм-тұзы таусылар сағаты тым жақын екенін сезіп те жатыр. Жазираның үйіндегі отырыстан келген ұлына көрші үйдегі бала күнгі құрбысы Қарагөзді шақыруын өтінді. Ләззат десе ішкен асын жерге қоятын Қарагөз темде жетіп келді. Қалайсың, Ләзка? Тыныштық ба? Дәретке апарайын ба? Жоқ, Қарагөз, мені мұқият тыңдашы. Қарагөз, саған айтар уәжім бар, өтінішім десем де болады.
деп онсыз да зорға шығатын даусы одан сайын бәсеңдеп әзер сөйлейді. Айта ғой құрбым, тыңдап тұрмын деп. Құрбысына жақынырақ келіп, қасына жантайып отырған Қарагөз әрбір сөзін жіберіп алмауға тырысты. Қарагөз, менің күнім жақын. Қойшы Ләззат, қайдағын айтпай. Сөзімді білмеш тыңдаш тек, деп Ләззат ентіге ефтінді. Жарайды құрбым, білмеймін. Айта ғой. Менің күнім жақын, сезіп жатырмын. Тахирде түсіме жиі кіреді. Ұлын уайымдайды. Мені әкеткісі келеді Тахирдың жанына тыныш болу үшін. Ұлымызды жалғыз неге қалдардың демесі үшін. Бағланымды үйлендірейікші. Есенгелдінің қызын айттырғым келіп отыр. Ұлымның оған деген сезімі бар екенін білемін. Оның үстіне Рано мені жерге қаратпас. Шақырып келші Есенгелді мен Раноны. Құп, қыз көнсе ауыл болып бетін ашып береміз. Кешкі асқа шақырайын достарыңды. Қарагөз үйінен бір әсім ет әкеліп, кешкі астың қамына кірісті. Бағланды жұмсамай Есенгелдінің үйіне өзі барып шақырып келді. Ассаламағалейкум Ләззатжан, қалың қалай құрдас? Жатырмысың? Кешке тансыға барамыз. Тұрсаңшы құрбым-ау деп Есенгелді маңғаздана амандасып, құрбысымен әзілдесе кіріп келді. Сәлем Ләзка, қалайсың? Деп өзінен кірген Рано да құрбысына жантая келіп, бетін сүйіп жатыр. Аманмын шырақтарым. Қыздарының қуанышы оңынан болсын. Қалдарың қалай? Шүкір аманбыз, ұлдарымды сағынып жүрген жайым бар. Ешқашан шетке шығарып көрмеп едім құлындарымды. Алды 20-ға толса да әлі күнге деп бала көреміз ғой. Мынау шешелері күнде жылайды деп келіншегін ишаратпен көрсетті. Есенгелді, сен бала жансың ғой, соны біліп сендерді әдейі шақыртып отырмын. Деп Ләззат әңгімесін бастауға сыңай танытқанда, Қарагөз де дастарханға ет әкелді. Ал Қанаки, ет дегенде бет бар ма? Қарагөз қарындасымыздың қолынан ет жегенде арманда, шемегенде арманда деп, Есенгелді алдына келген асты бастап кетті. Ауқаттанып болған соң шай керем дегенше Ләззат бастаған әңгімесін жалғастырмақшы болып, Есенгелді, Рано, мені тыңдаңдаршы. Айтар өтінішім бар. Айта ғой Ләзка, бұл шақыруың тегін емес қой. Манадан бері не айтпақшы деп күтіп отырмын, деді Рано. Рано, мен ұлымды үйлендіргім келеді. Уақытым тымас, Тахирға барғанда ұлымызды бірыңғайлағанымды айтқым келеді. Үйлендіреміз, бірақ күнім жақын демей құрбым. Әлек балаларымыздың қызығын бірге көреміз. Мәселе бұлай Есенгелді, Рано, ұлым жетім қалады. Ол айдан анық. Сендерге тапсырсам, жаным тыныш болар. Өз ұлдарыңнан кем көрмеңдерші. Айтпағым, Жазираны менің ұлыма берсеңдер. Екеуі Алматыға бірге кетсе, Жазира оқуын оқыса, Бағлан жұмыс жасаса. Күндерін көріп кетеді ғой. Мен енді бір апта жасасам, оған да шүкір. Есенгелді әкесіндей қамқор боларына, Рано анасындай мейірім көрсететініне күмәнім жоқ қой менің. Өздеріңе аманаттауыма рұқсат беріңдер. Екі баланы бір қылып, Тахирге жақсы жаңалығымен барайын. Деп әлсіз иықтары кемсеңдеп, екі көзінен еріксіз жас кетіп, иығы дірілдей жылады Ләззаттың. Есенгелді мен Рано абдырап қалды. Естиміз деп ойлағаны мүлдем бұл емес еді. Бұлай тартса өгіз өлер, бұлай тартса арба сынардың кері келді. Дегенмен Есенгелді үшін жалғыз қызының тағдыры бәрінен биік. Досқа деген адалдық бір төбе, бірақ сонда да аяушылыққа салып қызының өмірі ол үшін ойыншық еткісі келмеді. Ләззатты дәмелендірместен, Ләззат, бәріміз мәңгілік емеспіз. Ертелі кеш баратын жеріміз бар. Оның үстінен бала тағдыры да саудаға салынатын дүние емес. Сен де ана ретінде жалғызыңның бақытын ойлап отырсың. Мен де жалғыз қызымның қалауынсыз, сыртынан тон пішкеннен аулақпын. Сондықтан да қыздың өзінен сұрайын Ләззатжан. Қызым келіспеген күнде де ұлыңды далаға тастамаспыз. Ішіп отырған шайлары өңештеріне тіреліп қайта келді. Үйлеріне қайтар жолда ерлі зайыптылар үнсіз, шыны керек. Жалғыз қыздарын бергісі де келмейді. Екі ойдың жетегінде қалды. Бірі келіспесе, Ләззатқа қалай жеткіземіз деген. Екіншісі келіссе, болашағы не болмақ деген екі ой. Екі самайдан теуіп жатыр әке байғұстың. Үйлеріне келсе қыздар ұйықтамапты. Мектеп бітірсе де тым ерке мінезді Жазира әкесі ескерден келгендей алдынан жүгіріп шықты. Есенгелді де қызын айлап көрмегенде құшақтап алды. Құдды бір Ләззаттың ұлына осы қазір ұзатардай сезініп, барлығы бірге отырып түнгі шай ішуді жөн көрді.
Сарбиназ бен Жазира бірден үстелісін даярлауға кірісті. Әке мен анада үн жоқ, жүректері қарсы айырылып, екеуі екі бұрышта. Сен баста, мен баста деп отыр. Екі қыз әп-сәтте-ақ баяғы паровоздай болып тұмсығынан буы атқылаған шәйнекті ортаға қойып, ата-аналарына шай берді. Есенгелді байқатпай әңгімені бастады. Шәкөнтай, осы анау Бағлан бар ғой, сыныптасың деді. Алдына келген шайын бір жұтып, Ләззаттың баласын айтам да. Я, не қылды папа? Шай сұрадыңыз ба? Шай, қандай бала өзі дегенде Сарбиназ құлағын тұрып, теледидар жаққа қарап отырса да, Жазира не айтады екен? Көкем неге сұрады екен деп тосып отыр. Кәдімгідей бала ғой әйтеуір, шаруам жоқ менің ода. Не болды пап? Неге сұрадың соны? Анасы хәл үстінде деп әңгімені барынша айналдырып әкелуге тырысып жатыр. Алла жеңілдігін берсін деп ойында түк жоқ қыз шайын ішіп отыр. Ал Сарбиназдың ішкен жегені өңешінен зорға өтуде. Ләззат баласын үйлендіргісі келеді екен дегенде Сарбиназдың жүрегі аузына тығылды. Мазасы күй кеше бастады. Кім тиеді оған папа? Тақыр кеде емес пе? Сіңірі шыққан деп. Жазира тырғылдай күлді. Ата-анасы бұл әңгімесін ұнатпағанын біліп күлкісін тез жия қойды. Есесіне Сарбиназдың өңі бозарып отыр. Бала, сен олай айтпа. Мен саған ондай тәрбие берген жоқпын. Бұл қай сөзің деді әкесі қабағын түйіп. Кешіріңіз пап. Қызым, сен мені мұқият тыңда, Ләззат апаңмен біз бала кезден доспыз. Мына шешең екеуі институтта бір партада отырған. Екеуі құрба. Қазір қалі тым нашар, әнеміне дегенде бақилыққа кетуі де дайын. Кеше бізді шақырғаны да сол себептен. Деп Раноға әрі қарай сен айтсаңшы деген ишаратпен қарады. Күйеуінің не айтарын қабағынан түсінетіне әйелі әңгіменің рөлін өзі алды. Қызым, Ләззат сенің екінші анаң. Оның баласы біздің баламыз. Бағланның әкесі болса олар бұлай қиындық көрмес еді. Байғұс Ләззаттың ерте жесір әрі мүгедек болып сорлатқан тағдыры аянашты. Оның ендігі мақсаты ұлы жалғыз қалмаса екен деген ниеті. Ол бізден, мына әкең екеумізден. Жазира, қызым, ашуланбай тыңда. Ләззат сені Бағланына сұрап отыр. Екеуіңде бір бүтін еткісі келеді. Дей бергенде Жазираның екі беті қызарып кетті. Анашым, әкешім, сіздер не айтып отырсыздар? Сізде өздеріңізде естіп отырсыздар ма? Сонда менің оқуым не болмақ? Арманым не болмақ? Қызым, сен оқуыңды уайымдама, Бағлан екеуің Алматыға бірге кетесіңдер. Егер әрине сен қаласаң әбден ойлан, ботам деп, Есенгелді қызын еркелете қолға салды. Бұл мүмкін емес, әке, еш мүмкін емес. Мен оқуым керекпін, оқудан бұрын, әке, мен Бағланды сүймеймін. Ол мен үшін ешкім емес, тіпті мен оны сыныптасым деп қабылдамаймын. Мен ешқашан сіздерге қарсы келген емеспін. Мен тіпті ешқашан дискотекаға да барып көрмедім, анашым. Бір жігіт менің қолымнан ұстап көрмеген. Мен қызыл көйлек кигім келсе де, сіздер әперген жасыл көйлек киетін едім. Ақ түфлі кигім келсе де, сіздер әперген қара түфліді кидім. Менде ешқашан таңдау болмады, анашым. Менде ешқашан таңдау болмады. Ендігіде өтінерім, ең болмағанда болашақ жарымды өзім таңдайыншы. Тағдырыммен санасуға рұқсат беріңіздерші деп, еңірей жылап бөлмесіне кіріп кетті. Шынымен ақ Жазира ешқашан ата-анасының, ағаларының айтқандарынан асып кетпейтін. Бір беткей, пысық, тәкаппар мінезі болса да ол тіл алғыш еді. Осы жолы өмірінде бірінші рет ата-анасына қарсы келді. Болды Рано, қызды қинамаймыз. Тәуекел, Ләззатқа өзім түсіндірерім деп. Есенгелді сыртқа таза ауамен тыныстауға шығып кетті. Үстел үстінде Сарбина, Рано әпкесі екеуі қалды. Еңсесі түскен Рано жиен сіңлісіне не үшін жылап отырғанын түсінер емес. Сарбинас екі иығы кемсеңдеп жылап отыр. Сарбинас, саған не болды деп Рано таңғала сұрады. Әпше, мен сізге бір сырымды айтсам, арамызда қалады ма? Әрине ботам, не болды? Тыныштық па? Деп шошып кетті. Әпше, мен Бағланды ұнатып қалдым. Деп жас сәбидей бүртейіп, көзінен мөлдірей аққан жасын сүйріктей саусақтарымен білдірмей сүрді бәлек. Жаным-ау, тіпті не дерімді білмей тұрмын. Әпше, еш нәрсе демеңіз. Бағланға мені қашытып жіберіңізші. Әкем мен анама алып қашты деп айтыңыз, ыңғайын табыңызшы әпше. Алматыға бірге кетеміз 1 жылдан соң. Оқуым тәуекел. Келесі жылы тағы да тапсырамын. Әзірше Бағланның анасына қарағым келеді. Ойбай, қарғам-ау. Сен қонақ болып келдің, шешең маған ұрсады ғой. Бір жапырақ қызыма
неге ие болмадың дейді ғой. Демейді әпше, анама өзім түсіндіремін. Сіз тек ебін тауып бағланға мені ұзатыңызшы. Мен қазір жездеңмен сөйлесейін. Ол қалай болады екен деп күйеуінің ізінен шығып кетті. Рано апырақтап-топырақтап орнынан атып тұрып сыртқа шығып кетті. Қыздың ағыл-тегіл болған көз жасы Рананың жүрегін езіп жібергендей болды. Бір сәтте біреу төбесінен ыстық су құйып, артынша мұздай су құйып жібергендей күй кешті. Есен, ойбай Есен деп аузына айтар сөз төстпей күйеуінің атын сыбырлай айтып қайталай берді. Не болды? Мамасы айтсайықшы. Білемін Есен екенімді. Оны несін айта бересің? Есен, не айтшы? Есен Сарбинас деп күйеуіне бір пәсте айтар айтпасын білмей сасқалақтап қалды. Не болды Сарбинасқа? Есен, біздің Сарбинас. Тұршы былай, қызға не болғанын көрейін. Мелшиіп қалдың ау сен. Құдайдың қоспағанын істеп деп келіншегін итере үйге кіріп бара жатқанда ғана Рано есін жиып. Есен, кірме, тоқта, өзім айтам. Нені айтасың? Есен Сарбинас бағланға тұрмысқа шыққысы келеді екен. Ұнатып қалыпты жігітті. Не дейді? Деп Есенгелді ашуға мініп. Кіндігіңнен шыққан қыз болса бір сәрі, біреудің тұла бойы тұңғышын қалай сен тұрмысқа беріп жібермексің? Бажамның бетіне қалай қараймын мен? Сен осыны ойладың ба? Қызын қонақ етіп жіберейік. Рано. Білем, Есенгелді. Мен де шешесінен қорқып тұрмын, бірақ қыздың етегі өзінің көз жасы толып отыр. Балалық қой, алданып отыр, өз сезіміне өзі. Батамды бермеймін, қайтар қыздарды Алматыға. Осымен әңгіме бітті. Ендігі ары қозғама Рано. Бұл уақытта жылап отырған Сарбинасқа Жазира келіп, не болды саған Наз? Неге жылап отырсың деп түсінбей тұрған еді. Жазира, сен неге бағланды кемсітесің? Ол кедей болған үшін кінәлі емес қой. Наз, енді сен бастамашы. Керек емес ол маған, керек болса өзің тиіп ал. Менің теңім емес ол, осынша сұлулықтың тақыр кедейге сыйлауға ниетім жоқ. Шешесі екеуінің дәмесінің зорын қарашы. Кім, дәл мен оларға келін болуға жаратылмағамын. Папа, мен мамаға әрине бұл сөздерді айта алмаймын ғой. Бірақ сен мен түсінші Сарбинас. Сен оларды аяп жылама, менің туған әке шешем мені соларға қиып отырғанына жыла. Олар сені қиып отырған жоқ, пікіріңді білді ғой. Пікірімді де білмеу керек еді. Менің теңім емес. Болды, қарашы бәлелер. Ауданның қаншайымы сол кафеде тұрады деп ойлайды екен. Қызық осы жұрт деп жүре сөйлеп бөлмесіне кіріп кетті. Ертесінде таңертеңгі шайдан кейін Есенгелді Ләззатқа қарап, мән-жайды кешірім сұрап қызының қарсылығын жеткізді. Ләззат болса күрсініп қала берді. Қабырғаға қараған күйі теріс қарап, Есенгелдімен қоштасқанда жоқ. Құрбысының бұл қылығынан Есенгелді шарасыздықты көрді. Өзінің де салы суға кетіп, іштей қалай көмектесерін білмейді. Раноның түндегі әңгімесі қайта-қайта есіне оралып, кері барып, Ләззатпен сөйлесуге оқталды. Артқа қарай 10 қадам жасап Сарбиназдың әкесінің көзіне қалай қараймын деп қайтадан қайтты. Бір жағында Ләззаттың дыбысы шыққан жан айқайы, екінші жағынан ағайынның әңгімесі. Жеті ой жеті жақтан жетелеп, тапа-тал түсте атбалдай азаматтың есінен айырылған бақсы сияқты көшеде әрлі-берлі жүргізді. Бір тоқтамға келіп үйіне барып Раномен тағы да бір ақылдаспақшы. Рано, бері кел деп, ас үйде жүрген әйелін сыртқа шығарып алды. О, не дейсің папасы? Рано, сен кеше айтып едің ғой. Кеше бізде не айтылмады дейсің, әкесі, қай сөзімді меңзеп тұрсың? Сарбинасты айтам. Иә, не болып қалды ендігіде? Рано, сен Ләззатпен өзің сөйлес. Еркек атымасын, бірақ жездеңмен әпкеңе де өзің түсіндіресің. Есен, мен де қорқып тұрмын. Бірақ Сарбинас қоймай отыр, бағлан да жаман емес. Ләззаттың көңілін айтшы, бәрінен бұрын. Ертеңгі күні шынымен жаман айтпай жақсы жоқ, өз-өзімізді кешірермекеміз. Бәлкім, әпшеңмен сөйлесерсің. Қорқам Есен. Гүлбақардың мінезін білесің ғой. Жездеммен сөйлессем қалай болады екен? Сен алдымен Ләззатпен сөйлес, бағланның ойын біл. Оларды үміттендіріп қоймаймыз ба? Жездем қарсы болса тағы да үміттері құм болады ғой әкесі. Білмедім, Рано, білмедім. Шақшайдай басым шарадай болды. Не болса да Ләззатқа барайын, ұлымен де сөйлесейін. Көп болса алып қашты етерміз деп, Рано шешім қабылдады. Алып ұшып Ләззаттікіне тартты. Асығып үсігіп кіре сала, Ләззаттың қасына жетіп барды. Есенгелді кеткеннен бері Ләззат жылап жатыр екен.
Ләззат, мен келдім деп еді құрбысына да қараған жоқ Ләззат. Қабырғаға қараған күйі, Рано, есіңде ме? 3-ші курста Мұхтар деген жігіт артынан жүгірген. Қай Мұхтар? Әлгі 2-ші курстағы жезқазғандық жігіт бе? Дәл өзі. Я, оны неге есіңе алдың? Ол жетім еді ғой. Әжесімен ғана тұратын. Сонда мен сияқты сұлу, арыс, ару сенің әжеңнің боғын тазалап отырады дейсің бе деген едім. Өмір бумеранг деген рас қой. Сол сұлулығым қайда менің, Рано? Өзімнің боғымды жууға әлім келмей жатыр. Сорлатқан сұлулығым-ай, сорбылған сұлулығым-ай, деп еңірей жылады. Құрбысын қалай жұбатарын білмеген Рано. Ләззат, қай-қайдағын айтпашы. Жазмыстан осыныш жоқ деген, өткенге өкінбе деп. Не айтарын білмей, қысқа қайырды. Мен саған жақсы жаңалықпен келдім, құрбым. Менің жен сіңлім бар. Үйде. Гүлбақар әпшемді білесің ғой, иә? Сол әпшемнің қызы. Иә, оған не болды? Деп Ләззат бетін бұрып, ісіп кеткен көзін жыпылық-жыпылық етіп, үміттене қарады. Ләззат, сол қыз яғни Сарбиназ өткенде біздің үйдегі жастар отырысында Бағланды ұнатып қалыпты. Кеше түнде өзін Бағланға ұзатуымды өтінді. Балаң қайда? Сөйлесейік. Ау, мама, тыныштық па? Ауырып қалды ма деп жаным қалмады ғой. Ал сіз күліп отырсыз деп анасының жымиғанын көріп, ұлының төбесі бір елі көкке жетпеді. Ұлым, Рано тәтеңнің үйінде Сарбиназды танисың ба? Я, не болды ма? Неге сұрадыңыз деп Бағлан түсінер емес. Мен айтайын, Ләззат, деп Рано әңгіменің ағымын өзіне жүргізді. Бағлан, Сарбиназ өте ақылды қыз. Тәрбиелі, иманды, ибалы, өте сезімтал. Оны маған не үшін айтып жатсыз, Ранокке? Десе де жігіт бір нәрсені ұғып тұр. Бағлан, анаңның өтінішімен Сарбиназның қалауымен екеуіңді отан етсек деген ниетіміз бар. Қалай қарайсың? Келісесің бе? Келіседі ғой менің ұлым. Қарсы болмайды. Я, балам, деп Ләззат ақ жарқын даусымен ұлына үміттене қарады. Көп ойланбастан жігітте, мама, сіздің күліп жүруіңіз үшін мен тау қауып аруға да бармын. Келісемін әрине. Тек сіз риза болсаңыз болды маған деп, жігіт қуанғандай жауап берді. Бірақ ішкі дүниесі алай-дүлей дауыл, нөсерлеткен жаңбыр болып жатыр еді. Анашым, мен жұмысыма оралайын. Сіз өзіңізді нашар сезінсеңіз дереу шақыртыңыз деп шығып кетті. Теп тұрған Ақбердінің үйі көрші ауылға көшіп кеткендей алыстап кетті. Жерді көзімен сүзіп келе жатқан Бағланның алдынан Жазира шыға келді. Қасында Сарбиназ бар. Дөкеннен келе жатыр екен, жігіт жүрегі одан сайын аузына тығылды. Көрмеген күй танытып, өте бермекші еді, бірақ Жазира өзі тоқтатып, «Сәлем, Бағлан», деп мұрнының ұшымен кекірейе сәлемдесті. «Сәлем, қалайсың, Сарбиназ?» деп қызға ерекше ілтипатпен қарады. Ондағысы анасына берген уәдесінің бастамасы еді. Сарбиназдың екі беті алмадай қызарып, «Жақсымын, Бағлан», деп дірілдеп, зорға жауап берді. «Әдемі болып кетіпсің, өткенде байқамаппын», деп Бағлан одан сайын қызды ұялтты. Бір жағынан Жазираға әдейі жасап тұрған қылық еді. «Ей, Бағлан, анау-мынауыңды мен жоқта айтарсың. Сен не шешеңді ортаға салып, мен айттырып жүрсің ата-анама?» «Кім? Мен бе? Сені?» деп жігіт таңырқап қалды. Ол шынымен бейхабар еді. «Е, сен? Енді поштөлен пешкин емес шығар. Әңгіме былай, мен сұлулығым саған ешқашан бұйырмайды. Сен менің теңім емессің» дей бергенде, «Тоқтат, Жазира, сұлулығыңда өзіңде өзіңе бұйыршы қалқам» деп жігіт бірден аузын жаптыра бастап сөйлеп кетті. Өйткені ол Жазираны қанша сүйіп тұрса да, онысынан еш нәрсе шықпайтынын біліп тұр. Бұрындары үнемі осылай дікілдеп сөйлегенде Бағлан қарсы келмейтін. Осы жолы бірден тоғартты. Өйткені ол үшін анасының сөзі маңызды. Болған жағдайдан Бағлан бейхабар болса да, Жазираның осы бір-екі ауыз сөзінен бәрін түсінді. Бірақ жеңілгенін білдіргісі келмеді. Сүйіп тұрса да күйгенінен білдіргісі келмеді. Қиял болса да армандайтынын білдіргісі келмеді. Рано Ләззаттың үйінде біраз отырып, екеуі той қамын ақылдасты. Көрші құрбысы Қарагөз келді, үшеуі бірге шүгесіне дейін жоспарлай бастады. Ләззаттың бірнеше жылдан бері еміне қимай жинаған азынаулақ 500 000 теңге ақшасы бар екен. Бағланның әр жерде шапашка жасап тапқанынан артылдырып, ана байғұс көзінің қарашығындай баласының тойын армандап, 1 жылдан аса жинапты. Көршілердің бергендерін талға жау етіп, қанша ауырса да шаршауын шығармаған ақшасының жұмсалары сәті түсті. Қарагөз күйеуімен ақылдасып 50 000 теңге беретін болды. Бір сөзбен айтқанда Ләззат басқаша тыныс ала бастады. Қарагөз қасына 1-2 келіншекті ертіп келіп, кешкісін үй жинауға кірісті.
Өйткені ертесіне ертемен базарға барады. Атаулы күннің құрметіне қызмет көрсетуге қарагөз қуанышты. Рана үйге келсе, екі қыз теледидар көріп отыр екен. Жазира анасының келгенін көріп, анашым, оқудың басталарына 8 күн қалды. Біз билет ала берейік пе пойызға деді. Жарайды қызым, сен барып Қалимаштың дүкенінен қадыға келші. Біз Сарбиназ екеуміз пирог пісіруге кірісейік деп, алдаусыратып дүкенге жіберді. Жазира шыға сала Рана Сарбиназды шақырып алып, Наз, мен Ләззатпен сөйлестім. Бағланда кетер емес. Ертең кешке 21:00-де аулаға шық. Бағлан күтіп тұрады. Алып қашқан сыңай танытамыз. Оқуыңды қалай қылмақшысың? Әке-шешең не дейді екен деп, уайымда жасырмады. Әпше, уайымдамаңызшы. Мен Алматыға кете берем. Бір күн қалғанда жетсем де жетермін. Бір аптадан соң Бағлан мен анасын шақырамын. Оған дейін пәтер жалдап, Бағланға жұмыс қарастырамын. Әлбек пен Жәнбек ағаларыма өтініш айтсам да жұмыс табамын. Тәуекел. Мен болсам гранттамын, өз ақшам өзіме жетеді. Елден қалмаспыз, деп қуанғанын әпшесіне құшақтай алды. Уәделескенде ертесіне кешке Сарбиназ аулаға шықса, Бағлан тосып тұр екен. Сәлем, Сарбиназ деп, жігіт жылы жүзбен жымиды. Сәлем. Сарбиназ, Алланың қалауымен үлкендер жағы осылай шешіпті. Кейін өкініп қалмайсың ба? Менің жағдайымды білесің, анам да хал үстінде. Мен сияқты қарапайым жігіттің ізінен еруге дайынсың ба деді. Бағлан, бір сұраққа жауап берші. Иә, қандай? Жазираны қаншалықты сүйесің? Оны ұмыта аламын деп ойлайсың ба? Ой, қош сен де, ненің сүйгені? Бала кезімізде ұнатсақ ұнатқан шығармыз. Дегенмен ол сүйіспеншілікке жатпайды. Мен үшін анамның тілегі маңызды. Анам сенде келін әкелуімді сұрады. Мен келістім. Және Аллахтың разылығы үшін анамның бақыты үшін сені өмір бойы сыйлап өтем деп, ішінде оттай өртеніп жатса да дымын білдірмеді. Осылайша 2 жас ауладан қол ұстаса шығып, үлкен өмірге қадам басып, болашаққа аттанды. Ауылдың қыз-келіншектері жиналып Сарбиназдың басына шаулық жауып күтіп алды. Келін түседі дегенде естігеннен Тахирдың бірнеше жыл бойы хабар алыспаған бауырлары да келіпті. Ірі қара малдарын алып, 5-9-ды арқалап үлкен жеңгесі де шашуын шашып жүр. Төрде төсекте жатқан Ләззаттың көңілі тоқ, жүзінде күлкі. Келгендермен орнынан түрегеліп, отырып амандасып жатыр. Сарбиназ үйге енгеннен қолхатын алып, хабаршылар Есенгелдінің үйіне бет алды. Ассаламағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух. Осы үйдің қожайыны Есенгелдіге жақсылық хабар айтуға келді. Сізде қыз бар, бізде ұл бар ек. 2 жас Алланың қалауымен барыс қосып, тағдыр тоғыстырып жатыр. Есенгелді мырза. Көр, кешірімшілеріміз, келіссең төріңе кіріп төрлетейін. Келіспесең көз жасымды нөсерлетейін. Бірақ кешіріміңді алмай кетпейміз деп, қара костюм шалбар киген көке табалдырықта тұрып, дауыстады. Уағалейкум ассалам, кім болдыңыз? Қай ауылдың өкілдісіздер? Деп Ләззаттың үйінде бұрын сонды көрмеген. Бұл азаматтың кім екенін білмеді. Осы ауылдың жиені Бағланның әкесі жағынан бауырларымыз. Келініміз Ләззаттың тағдыры қалай болғанын білесіздер. Аллахтың қалауымен ұлы тойлы ұлықтап бауырымыздың тұяғын тіреуге келдік. Кешірім Алладан кейіннен қыздың әкесінен. Кіндігімнен шыққан қыз болса егер дегенмен бауырымдай болған бажамның қызы. Осы жерде тұрып хабарласайық деп телефонды қасына алдырды. Сарбиназдың әкесіне хабарласты. Бажеке, ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам, есен, қалайсыңдар? Аманбыз, бажеке. Өздеріңіз қалайсыздар, әпше қалай? Шүкір, есен, жүрегім ат ойлап кетті. Бұл уақытта себепсіз хабарласпаушы едің, тыныштық ба деді. Тыныштық қой жалпы, айтарым бар бажеке. Өзем десең мойным қыларқанның жұға сен үшін. Бірақ сіз мені кешіріңізші. Сарбиназды жат елге қашырып алдым. Не дейді? Не деп тұрсың есен? Деп тұтқанның арғы жағынан Сарбиназдың әкесінің ашулы даусы шықты. Жарты сағаттан астам Есенгелді бажасымен сөйлесіп барлық мән-жайды түсіндірді. Ләззаттың кім екенін, қазіргі халін бәрін айтқанда бажасы түсінгендей болды. Тұтқанның арғы жағынан үнсіздік орнап қалғанда Есенгелді, бажеке, қаласаңыз осы тұрған кешірімшілерден Алматыға аяққа шығушылар етіп жіберейін. Қаласаңыз қуып шығып, қызыңызды қайта келіп, ертең өз қолыммен Алматыға апарайын.
Тек бұл кісілерді де бір тыңдап, ойланып жауабыңызды беріңізші деп еді. Бажасы біраз үнсіздіктен соң, тұтқаны бер, деп өзі де хабаршылармен ұзақ сөйлесті. Ақыр аяғында Сәрбиназдың әкесі қызына батасын беріп, бірақ хабаршыларды Алматыға шақырды. Ләззаттың құлағына осы бір хабар жете сала, беташарға дайындық басталып кетті. Екі кісі Есенгелдіні ертіп 1 сағаттан соң Алматыға жеңіл көлікпен жолға шықты. 13 сағат дегенде Сәрбиназдың үйіне жетіп, екі жақ құдандала танып, елге қайтты. Хабаршылар ауылға келген соң Сәрбиназдың беті ашылып, ұлан асыр той болды. Сәрбиназ келін болған соң, 4 күннен кейін Жазира екеуі Алматыға кетті. Жол бойы Жазира Сәрбиназға ақмақсың дегенде әңгімелер айтып, аяушылық кейіп танытумен болды. Жүзі бақтан балбыл жанған Сәрбиназ оны тыңдағысы жоқ. Алматыға жеткен соң Жазира ағаларымен бірге жалдап тұрып жатқан үйге барса, Сәрбиназ әкесінің үйіне қонақтады. Сәрбиназ үйге кіре сала анасы алдынан шығып, «Жаным, қызғалдағым, мен сені келін болсын деп жібермедім ғой. Қыдырып келсін десем, не істегенің бұл?» «Анажан, бақыттымын. Қыз бақыты кету деген бар ғой. Сізде әкеме тұрмысқа шыққанда студент болдыңыз ғой. Бізде күйеу балаңызбен әлі ақ сіздер сияқты жарасқан жанұя боламыз. Қызым-ау, қолыңнан әлі еш нәрсе келмейді ғой. Қалай келін болады екенсің? Уайымдамаңыз, өзім үшін үйренем» деп, үйге кіріп заттарын орналастырмастан бір бұрышқа жинай жүріп, анасымен әңгімелесіп жүр. «Оқуың не болмақ? Тәуекел, енем науқас. Сол кісінің бабын тапсам болды, маған пәтер керек. Әкем келсе көмектесіңіздерші», деп анасына қолға салды. Барлығы Сәрбиназ ойлағандай болды. Қыркүйектің ортасына таман Бағлан анасы екеу Алматыға келді. Жалдаған пәтерге орналасып, Бағлан жұмысқа орналасты. Ләззат келінмен сырласып қызындай көрді. Денсаулығы да жақсара бастады, аздап тәбеті де ашылып, өзіне келе бастады. Сәрбиназ араға 5 ай салып, аяғы ауырлады. Оқуы бар, өзінің аяғы ауыр, енесінің бабы бар. Біраз әбіршіп қалса да тағдырынан налымады. Бағлан күні түні жұмыс жасап, отбасын асырай алды. Сәрбиназ айы күні жетіп ұлды болды. Ата-анасымен көрші тұрғандықтан Күлбахар үнемі қызына жәрдемдесуші еді. Ұлды болған соңда Сәрбиназ сабаққа кеткенде әлдемен қалатын. Ләззат бір орында отырып бесік тербетуге ғана жарайтын. Қуанышы жер жақынға естілердей мәз еді. Бірақ бұл қуанышы ұзаққа созылмады. Араға 3 ай салып, Ләззат денсаулығы күрт нашарлап, мәңгілік мекеніне кете барды. Бұл аралықта Жазира 1-ші курсты тамамдап, 2-ші курсты оқитын. Жәнбек пен Әлібек 1-ші курста қарындастарының ешқайда шығармаған еді. 2-ші курста ақырындап қыдыруға рұқсат бере бастады. Қазақстанның жан жағынан жиналған жастар бір-бірімен енді ғана тіл табысып достаса бастаған кездер еді. Алғашқы бас қосып жасаған отырыс осы жаңа жылмен тұспа-тұс келді. Топ түгел барлығы бірге Марленнің үйіне келді. Марлен осы топтағы ең беделді жігіт десе де болады. Өзі өте қарапайым, әрі сабырлы. Нағыз көркем мінезді жігіт. Осы мінезімен де ол көпшілікке жағымды. Ата-анасынан рұқсат сұрап группаластарын үйіне қонақ етудегі мақсаты үлкен алынбас қамалдай берік достықтың іргедасын қалау еді. Қыздардың көбісі Марленге ғашық, Марленнің көңілі Жазирада. Жастар толық жиналған соң қызу би басталып кетті. Осы сәтті тиімді пайдаланғысы келген Марлен Жазира биге шақырды. Сөз салғысы келсе қыздың мінезінен қорқады. Жазира, осы сен неге адамға суық қарайсың? Деп би үстіндегі әңгімеге тартты. Солтүстіктің емеспін бенді? Деп қыз қиылған қара қою қасын қиған еткізіп, жауабын қысқа қайырды. Сонда сенің ойынша адам қай жақтан болса мінезі де сондай болу керек пе? Марлен, миымды ашытпашы. Міне, тағы да бастадың. Қойшы деймін саған. Жазира, маған тұрмысқа шықшы. Деп Марлен әңгімені көп сөзбай, қақ ортасынан дөп басты. Есің алжиын деген бе? Ненің тұрмысы? Оқуым не болады? Оқуды уайымдама, дәрігерлер әулетіне келін болып түсесің. Марлен, немене оттап тұрсың? Ненің келін болғаны? Мен әлі тұрмысқа шығуды ойламаймын. Одан бері сен алдымен қыз бен жігіт болып кездесуді ұсынудан бастасаң қайтеді? Уақыт созғым келмейді. Түн баласы сені ойлаймын. Жазира, мені ойлай берме. Сабағыңды оқы. Жалғыз сен емес мені ойлайтын, басқалары ойлай берсін. Ал сен сабақ оқы деп, әзілдеген сыңай танытып, тақырыпты жылы шаба салды. Жазира, сен бәрібір мендік боласың. Иә,
көрерміз, кетшар, деп береп жүрген жерден жігітті итеріп жіберді. Бұл көріністі жастарға тамақ әзірлеп дастархан жайып жүрген Марленнің жеңгесі көріп қалып, басын шайқады. Отырыс ойдағыдай өтіп, жастар үйлеріне тарқасты. Сол күннен кейін Марлен Жазираның соңынан қалмай қойды. Үнемі гүл сыйлап, сыйлықтар ұсынып, қымбат жерлерде түскі астанып жүрген Жазираның өзіне де ұнай бастады. Өзінің болмысына Марленнің қошеметі сәл керек қалғандаймыз. Тіпті үстіне киім алуға ақша да беруші еді жігіт. Жәнібек қарындасының әдемі киімдер киіп жүргенін байқап, қайдан алғанын сұраса, Сәрбиназдың сыймай қалған киімдері деп өтірікті соға салатын. Институтта қыздардың көбісі Жазираға қызғанышпен қараушы еді. Ауылдан келген қыз өзінің сұлулығымен алматылық ауқатты жердің жігітін өзіне тәнті еткеніне. Осылайша Марлен мен Жазира жарты жыл уақытты арқаға салып, жұп болып жарасқан жастар бір күні үйленуді шешті. Жазираға Марленнің материалды жағдайы тым жақын еді, бірақ өз емес. Марлен ата-анасына Жазираны таныстыруға келгенде отырыста өз-өзін тым өрескелдік жасап, Марленді бір топ достарының көзінше итеріп жіберген Жазираны жеңгесі бірден таныды. Жазираның сөйлеген сөзі де, қимыл әрекеттері де Камилаға шақпай қойды. Бірақ қайын-інісі жақсы көріп тұрған соң сырын ішке бүкті. Тек қана Алладан қайын-інісінің адаспауын, тура жолын көрсетуді ғана сұраушы еді. Марленнің ата-анасы Жазираны жылы қарсы алып, танысып жатыр. Ата-анасы жайлы сұрап, олармен де танысуға ниет білдірді. Бірақ Жазира алдымен өзінің әке-шешесін дайындауды жөн көрді. Апа, көке, мен мамам, папама ақырындап жеткізейін. Төбелерінен жай түскенде етпей деді. Жарайды қалқам, өзің хабар бер. Олар дайын болғанда біз танысуға қамданармыз деп анасы Айғаның қуанышын жасырмады. Біз алдын ала бірінші үкір тағып айттыруға барамыз, кейін құда түсіп сырға тағуға барамыз, деп әкесі де салт дәстүрлерінен түсіндіріп жатыр. Таныстықтың орайына жайылған кешкі астан соң Жазира ауылға қоңырау соқты. Анасына барлық мән-жайды түсіндіріп, Марлен жақтан үкік тағуға келмекші екендігін айтады. Рану алғашында түсінбей қалып, кейін әкесімен сөйлескен соң хабар беретінін айтты да қойды. Ертесіне түсте Рану қызына хабарласып, қыз айттырушыларды күтетінін айтты. Міне, үлкен тойдың алғашқы қадамы жасалмақшы. Марленнің отбасы Жазираның ауылына бет алды. Екі жақ өзара танысып, 5 айдан соң болатын той күнін белгілеп те қойды. Араға былай ұзақ уақыт салуды Есенкелді ұсынған болатын. Өйткені үлкен ұлдары Жәнібекті үйленгендеріне көп болмаған еді. Қыздың жасауын дайырлауға 5 ай уақыт сұрауының себебі де қаражат мәселесі. Құдалар жағдайларын түсініп келісімін берді. Марлен бақытты. Махаббатын үйіне әкелетін күнді тосып жүргенде Жазира оған тосын сый жасады. Той күні белгіленгеннен кейін араға 2 апта салып, Жазира өз өмірін түбегейлі өзгеріске ұшырауына себепші болған Асқармен танысты. Сол күні Жазира ұйықтап қалып сабаққа кешікті. Әлбек түнгі ауысымда болған соң Жазираны оятатын ешкім болмады. Бұл уақытта кіші ағасы асығыс киініп институтқа қарай бет алды. Автобусқа мінсе кешігерін біліп таксиге ұстады. Ебіл-дебілі шығып қайта-қайта сағат сұрап отырған қызы такси жүргізушісі Асқар, қарындас, асығыссыз ғой деп әңгімеге таратты. Я сабаққа кешігіп барам, барынша тездетіп жүріңізші деп ашулы күйде бұйыра сөйледі. Асқан оңбас, бұйырған қашпас деген бар, қарындас, тәуекел жетерміз. Не болды сонша ашуланып деп? Одан сайын зығырданады дейді. Негізі Асқар қызды ұнатып отыр еді. Ой ағай, көп сөйлейді екенсіз. Жолыңызға қараңшы, отырайын енді сол таксистің мақалын тыңдап, деп менсінбеген білдірді. Бұл сөзі Асқарға әрине ұнамады. Таксист болсақ не болыпты? Ешкімнің ала-жібін аттамай адал еңбекпен нан тауып жүрміз. Менің шаруам жоқ, қалай нан тауып жүргеніңізде. Мені тез жеткізіңізші. Жеткіземіз. Өзіңіз тым өктемшіл екенсіз. Сізді бағанадан бері ұнатып отыр едім. Жол қысқарсын деп әңгімеге тартқаным болмаса, артық арам ойым жоқ. Бәлкім танысыр, дос боламыз ба дегенімде жасырмаймын. Сіз өзіңізге қараңыз, кіммін деп отырсыз өзіңізді. Менімен дос болатындай дәрежеде емессіз. Осы жерден тоқтаңшы деп институтқа сәл жетіңкіремей түсіп қалды. Асқар іштей ызаланып қалды, көрде тұр бәлем. Әлі ақшалынарсың маған деп тіс қайрап, артынан ұзақ қарап отырды. Сол күннен бастап институттың алдын 2 күн бойы торуылдаған Асқар
Жазираның қай группада, қай курста оқитынын жігіттерден сұрап біліп алды. Тіпті сабақ кестесінде жазып алып, бір апта аңдады. Жігіттің намысына тиюге болады ма? Әрине жоқ. Бір апта дегенде Асқар Жазираны институттың алдында күтіп алып, қыр соңынан қалмай қойды. Әдепкіде сыпайы көрініп, қоярда қоймай үйіне апарып салып, таңертеңгілік сабаққа келіп, бір айда жеке жүргізушісі болды. Өзінің туған жерін жалпы барлық мәліметті жалған айтты. Жол бойы әзілдеп, майда тілмен қызды өзіне ынтықтыра бастады. Асқар күзде таңертең есік алдында көру Жазираға үйреншікті әдетке айналды. Жігіті бар екенін білген Асқар Жазираны институттан сәл әрірақ күтіп отыратын. Сабақтан шыққан соң Марленмен қоштасып, Асқармен қол ұстасып кететін Жазира екі бірдей әулеттің абыройына нұқсан келтіріп жүргенін сезбеді. Марлен екеуін атастырып, өкілеген үміт артып, үкі тағып кеткені де қызды қызықтырмады. Оның есілдерді тек Асқар. Жатса да тұрса да Асқарды ойлайды. Жігітте қыздың қайқайған көңілін жібіткенін біліп, бір жола сындыруды мақсат етті. Жоспарын іске асырмақ мақсатында Әлбектің түнгі ауысымда болған күнін тыңдады. Кешкісін Жазираға келіп, екеуі көлікте біраз әңгіме айтып отырды. Қайтар уақыт келгенде көлігі бұзылып қалғанын сылтауратты. Әрі шығып, бері шығып, ақыры жөндей алмаған сыңай танытып, Жазираға үйіне қонуға рұқсат сұрады. Онсыз да жігітке деген сезімі ерекше ару, ол өтінішін аяқ асты етсін бе? Әрине жоқ. Өміріндегі ең үлкен қателік те осы болды. Қызды алдап үйіне кірген жігіт таңға дейін ұйықтамай, әңгіме айтып отыруға ұсыныс берді. Қыз шай қойып, дастархан жаюға ниеттеніп жатқанда Асқар сыртқа шығып кетті. Қайдан қана пайда болғаны белгісіз, шеті бөртелке сыра мен тіске басардар әкелді. Өмірінде ішімдік ішіп көрмеген Жазираға сүйіктісі қайта-қайта қолға салып, ақыры екі бөтелкесін ұрттартып отырып тауыстырды. Жазира жын соққандай сықылықтап күле бергенде, оның мас екенін байқап, ойлағанын іске асырды. Сорлады деуге келмейді, қызда кетері болмады. Өйткені ол ғашық, өйткені ол мас, өйткені ол соғыр сезім шетегінде қалған еді. Той күнін белгіленген соң 2 айдан кейін осылайша екі әулетті жерге қаратар іс жасап отырғаны Жазираны ойландырып та тұрған жоқ. Ал Асқар сол түні қызды абыройынан айырып, онысына ұялмастан адалдығы үшін рахмет айтты. Құдды бір өзі адал адам секілді. Одан кейін кәдімгі күйеуі сияқты Жазираға бұйыра сөйлеуді шығарды. Қит етсе үйленеміз деуші еді. Жазира Марленге әртүрлі себеп айтып, кездесуден қашатын. Сабақта да дұрыс сөйлеспейтін, тіпті кейде сабаққа бармастан Асқардың құшағында жата беруші еді. Өйткені Әлбек түнгі немесе тәуліктік ауысымға кеткен кезде кәдімгі үйіне келгендей уақытылы келіп тұрады. Осылайша жүргеніне 1 айдан астам уақыт өтті. Сондай күндердің бірінде Жазира оны әңгімеге тартты. Асқар, бұлай жүре берген болмас. Сен мені тезірек алып қаш деді. Құда түсіп аламын, адам сияқты ойымдамаш деді. Қажеті жоқ, мен атастырылып қойғанымды білесің ғой. Тасташ сол қыз текеңді. Майысы балым, қай жеріне қызықтың соның. Сенің маған кезігеріңді білгенде маңайыма жуытпас едім ғой. Жарайды енді, болған іс болды, қателесіппін. Енді сол қателікті жөндеу керек. Қалай жөндемекшісің деп, өтірік түсінбегендей тамақ жеп отыр Асқар. Қалай несі? Сен алып қаш тезірек. Қашан мені жеңгеммен таныстырасың деді. Қандай жеңгем? Өткенде екеуміз базар маңында көрген, сен сыртқа шығып, ұзақ сөйлескен жеңге кетем. Бауырларымен базарлап жүрген екен деп едің ғой? Иә, есіме түсті. Не істейсің танысып жеңгемен? Мінезі жаман оның. Сен тіл табыса алмайсың олмен. Табысамын. Сен үшін бәріне дайымын. Ауылда сиыр сауып, анаңа қарауға да бармын. Кезінде какой-то таксист деп едің ғой. Қойшы соны айта бермей, саған еркелегенмін ғой мен, деп жігіттің мойнына асыла кетті. Сен одан да қашан алып қашатыныңды айт. Аттаған табалдырығымды қаламын деп сылдауратамын өз жағыма. Жақын арада айтамын, тәуекел. Осы әңгімені алдағы 2 апта төңірегінде айтылып жүрді. Жазира бір жаңалық болып қалар деген ниетпен күтіп жүрді. Әрине, уайымы да басым. Содан болар ішкен жегені құсып тастап, іш құса болып жүргені. Жазираның беймаза күнін, күйін группалас құрбысы байқап жүр. Маужырап ұйқысы келіп асханаға кірсе мұрнын басып шығып кететінінен. Аудиториядағы қыздар әттір сеуіп келсе, ұлоқсып әлжуазданатын.
Осыны байқаған Мақпал Жазираны сұрақтың астына алды. Жазира, осы сенің аяғың ауыр емес пе? Кетші қайдағын айтпай. Шынымен ғой, неге осыншама мазасызсың? Марлен екеуің бір нәрсе білдіріп қоймадыңдар ма? Жоға, қайдағын айтпаш деймін саған. Ұшынып қалдым мен, содан шығар. Лайым солай болсын. Бұл әңгімеден соң Жазира өзі күдіктеніп қалды. Сабақтан шыққан соң дәріханаға барып тесттен тексерсе, ой тоба, аяғы ауыр. Онсыз да ақыры не боларын білмей уайымдап жүрген қызға бұл да бір соққы болды. Асқардың келерін асыға күтіп, ондағысы бұл жаңалықты айтса, ауылына кетер деген ой. Кештің батуын асыға күткен қыз әлбекті жұмысқа шығарып салып, сағат санап тосты. Енді ғана ұйқыға жата бергенде Асқар да келді. Жазира қуанып сыртқа жүгіріп шықты. Көлікке отыра сала барынша аржиып, бір жаңалығы бар екенін эмоциясынан көрсетіп тұр. Асқардың іші қыпылықтап кетті. Бұл неге мәз болып тұр деген сұрақ жылт ете қалды. Жазира көп күттірмеді. Асқар, менің саған жаңалығым бар дейді, шыңғырықтап, сықылықтап. Я, қандай? Тездетіп айтшы дегендей, кейіппен дүрсілдеп қойды сұрағын. Асқар, менің аяғым ауыр. Сен әке боласың. Қыз көңілі қуанарын, жыларын білмей абдырап қалды. Бірақ алып кетерін айтқан соң, көңілі демделіп қалды. Ертесіне институтқа келген соң құрбысы Мақпалды шақырып алып, бар сырын жайып салды. Асқармен қалай танысқанын, 2 айдан бері көңіл көтеріп жүргенін, бәрін жасырмай тіпті аяғы ауыр екенін айтты. Неге екені белгісіз Мақпал қуанып кетті. Нәрестері болатыныма қуанып тұрған шығар деп болжаған Жазира құрбысының бұл қылығын елегенде жоқ. Ішкі айласын біліп те тұрған жоқ. Керісінше оны жанашыры деп қабылдап, кешке қыз жолдас болып бірге еріп баруын сұрап тұрғаны. Мақпал келісті. 2 қыз асханадан тамақтанып шыққан соң базар аралап, Жазира біраз киімдер алды. Сондағы ойы кешке тұрмысқа шығамын дегені, алайда олай болмады. Кеш батпай тұрып Асқарға қоңырау соға бастады. Әрине келе жатырмын. Міне келе жатырмын дей берген Асқардың телефоны сағат 20:00-ден бастап өшіріліп тұрды. Жазира тамақ ішуден қалды алаңсыз. Сабаққа да амалсыз барып келіп, құр сүлдерін арқалап жүргенде. Мақпал оған тіреу болғандай күй танытады. Шын мәнісінде Асқарға күйеуге шықса, Марленге жолашыларына қуанып жүр. Асқардың телефоны сол өшкеннен 3 күннен соң қосылды. Жазираға қосылғаны жөнінде хабарлама келе сала дереу қоңырау соға бастады. Тұтқаны бейтаныс бір ер адам көтеріп, Асқардың осыдан 3 күн бұрын көлік соқтығысынан ұшырап, дүниеден өткенін айтты. Бір мезетте Жазира үшін аспан айналып жерге түскендей болды. Төбесінен бастап біреу мұз қатқан салқын су құйып жібергендей. Денесі дірілдеп, бір орында қақшалықтап тұрып қалды. Буындары жазылмай тізесі бүгіліп, шынтағы жиырылып, шелкесі қырысып қалды. Табан астындағы қара жерді сезінбей институттың кіреберісіндегі есіктің алдында. Көпшіліктің арасында тұрса да шапан далада айналасында құбыжықтар толып тұрғандай мелшейіп тұр. Қасына Мақпал жүгіріп келіп, қолынан ұстап, арқасынан сүйемелдеп, орындыққа отырғызбаса өздігінен қадам жасай алмасты еді. Жылайын десе көз жасы келмейді. Құдды тірі өлік зомби сияқты Мақпалдың бетіне үңіне қарай береді. Сөйлегісі келсе тілі күрмеленіп сөйлей алар емес. Мақпалда көп ойланбастан қолындағы шөлмектегі суды бетіне бүркіп жіберді. Содан соң ғана терең демалып, ішегін тартып есін жиды. Мақпал екеуі институттың корпусынан 2 көше әргерек орналасқан саябаққа барып, ішіндегінің бәрін шығарып, әбден жылап алды. Түсік тастаймын деген шешіміне Мақпал үзілді-кесілді қарсы болып, денсаулыққа қаншалықты зиян екенін айтып, одан кейін ана болу бақыты бұйырмай қалуы мүмкін екенін айтып, ол ойыннан айтқандай болды. Одан да анасына бәрін айтып, нәрестені дүниеге әкелуге көндіріп әлек. Айлакер, қу Мақпал негізінде Жазираға жаны ашып отқаны шамалы. Ол тек Марлен екеуін қоспаудың амалын жасап отыр. Әскери кафедраға 2 айға оқуға кеткен Марленнің келер күні де жақын. Мақпал оған тосын сый даярлап отыр. Жазираның салы суға кетті, не істерін білмей есіне құрбысы әрі туысы Сарбиназ түсті. Алып ұшып Сарбиназбен Бағланның үйіне тартты. Бұл уақытта ол екеуі қаланың шет жағынан 2 бөлмелі пәтер алып тұрып жатқан еді. Бағлан Сарбиназдың әкесімен бірге Өзбекстаннан жеміс жидек әкеліп, сатып кәдімгі кәсіпкерге айналған. Сарбиназ болса бала күтіммен үйде. Оқуы жайына қалғаны болмаса ол бақытты. Айтуына қарағанда,
екіншісін босанып алып, бір жылы оқуға бет бұрмақшы. Академиялық демалысында тек баламен үйде отырған келіншек, баяғы ғашықтықтан еңірей жылаған күндеріне күйеуіне айтып екеуі біраз әзілдесіп алатын. Шайма шуақ күндердің бірінде Жазира келіп, осындай шиеленіскен шырғаланын айтқанында Сарбиназ табалағысы да келсе де табалады. Кезінде сөздерін еске алып, жер жаһанға сыйдырмаған сұлулығының көмегі қайда екенін сұрап бетіне басқысы келіп тұр. Бірақ ол көргенді тәрбиелі адам. Ары жібермеді олай жасауға. Жазира Сарбиназдың ойын сөзсіз түсініп тұр. Жазалы жанарымен, шаралы жүрегімен кешірім сұрады. Көмек сұрады. Кезінде өзі менсінбеген жандарға келіп көмек сұрады. Сарбиназ кет демеді. Бірақ не істерін өзі де білмей тұр. Бір аптадан кейін Бағлан Өзбекстаннан келеді. Соған дейін демала тұру үшін жағдайын жасап жатыр. Әлібекке хабарласып Жазира қасында болуын сұрап алды. Сол бір аптаның ішінде барлық мәселенің мән-жайын Мақпал шешіп қойған еді. Марлен кафедрада келген күні ақ Мақпал оған Жазираның аяғы ауыр екенін жеткізді. Бірақ баланың әкесі Марленнің өзі сияқтандырып, келеке етіп құттықтады. Сондағы ойы Жазира екеуі ұрсып қалса, өзіне жол ашылама деген соқыр үміті. Марлен ести сала Жазираны кездесуге шақырды. Келуге зауқы болмаған Жазира кейінге шегеріп, бірақ Марлен артық күте алмайтынын айтып, өзі Сарбиназдың үйіне іздеп келді. Мекен жайын қателеспей тауып келген жігіт, есікті ашылғанда алдынан шыққан арудан Жазира екеніне күмәнданып қарады. Көзінің асты қарайып кеткен, шашы қобырайып, әбден жүдеп, екі иығы салбыраңқы бойжеткен өзінің атастырылып қойған сүйіктісіне мүлдем ұқсамай тұр еді. Құшақтап, кеудесіне алып демеу бергісі келіп ақ тұр. Бірақ Жазираның айтқаны санасынан солқылдатып барады. Сәлем Марлен, не үшін келдің? Ертең ақ институтта кездесер едік қой деп, барынша жымиюға тырысса да қолынан келмеді. Сәлем, дереу алу керек болған соң келдім. Кірейін бе, шығасың ба? Кір деп Жазира Марленді төргі бөлмеге шақырды. Сарбиназ екеуі сөйлесіп алу үшін кішкентайын алып далаға шығып кетті. Осыны күтіп тұрғандай Марлен бірден Жазираға кеп шықты. Мақпалдың айтқаны рас па? Рас. Кімдікі бала? Сен оны танымайсың. Оған да шүкір. Неше айлық? Білмедім. Сен өзі не істегеніңді түсініп тұрсың ба? Жоқ. Баланың әкесі қайда? Ол жоқ. Қалай жоқ? Кәдімгідей жоқ, қайтыс болды. Ой, кереметін-ай. Қандай үнді киносы мынау. Сен екі қабат болып қалғанда қайтыс бола қалуын қарашы. Марлен, ойланып сөйле. Жол апатына түсті 1 жеті бұрын. Кім ол? Қай жақтікі? Қай жылғы? Ол енді маңызды емес. Енді не істемекшің? Біз не боламыз сонда? Тойымыз ше? Білмеймін. Үйіндегілер біле ме? Жоқ. Кім біледі? Сарбиназ, Мақпал, және сен. Түсік тастады. Жоқ. Неге? Әкесін күтесің бе? Марлен, ол қайтыс болды. Сен не деген сөз ұқпайтын адамсың. Онда неге алдырмайсың? Одан да өзім өле салғаным жақсы. Бейкүнә жарананы өлтіргенше өзім өлгенім жақсы деп. Тек осы сәтте ғана бағанадан бері безірейіп тұрған өксігі сыртқа шығып, қыз еңірей жылады. Одан да көпірден секіре салып, балам екеуміз бірге кеткенім жақсы. Біз енді ешкімге керек емеспіз. Біз тастандымыз. Қойш, болды жаным. Олай айтпашы. Мен қасыңдамын, болды жылама ботам. Деп Марлен сағынып келген сүйіктісін қапсыра құшақтап алды. Жарайды, ашылмаған құпия болып қала берсін. Уәде бер. Ешқашан ешкім білмейді деп өде бер. Бұл менің балам. Болды. Елдің барлығына солай айтамыз. Тек сен жыламашы. Сенің ботадай көздерің жылауға жаратылмаған. Бұл көздер маған қарап күлуге ғана жаратылған. Сен мені сүймесең де мен сені сүйемін ғой жаным. Ең бастысы мен жоқ. Бала менікі деп білсе болды. Екеуі осылай серттеседі, тойға дайындық қарқынды түрде басталып кетті. Екі жақта қызу тіршілік. Бұл тіршілік тоймен аяқталар еді егерде агентпен сөйлескен сол бір түн болмағанды. Марлен түн баласы дөңбекшіп ұйықтай алмай аулаға шығып отырды. Агенттен оған Мақпал жазып бейне хабарламамен қоңырау соғып жатыр. Сәлем Марлен. Сәлем Мақпал, неге ұйықтамай жатсың? Сені ойлап, сенің болашағыңды ойлап. Менің болашағымды несіне ойлайсың? Сорлы досым ай, мен саған сол күні Жазираның аяғы ауыр екенін айтқанда
қауышуың керек еді. Баланың әкесі өзің емес екеніңді айтқан айдан анық өзің білдің ғой. Мақпал, өткен нәрсе бітті, кетті, бітті. Бастысы мен кешірдім. Не енді біреудің сідігінен жаратылғанды балам деп қабылдайсың ба? Мақпал, осымен тоқташы. Марлен, сен менің досымсың. Саған жаным ашиды. Дей бергенде Марлен тұтқаны қоя салды. Ең сорақсы осы әңгіменің бәрінде жеңгесі ашық тұрған терезеден анық естіп тұр еді. Марленнің жеңгесі ертесіне-ақ енесіне барлық естігенін жеткізді. Анасы өз құлағына өзі сенбей, ұлын шақырып алып, рас өтірігін сұраған еді. Марлен бала өзінен деп қанша ақталса да жеңгесі естігенін ортаға салып қоймады. Марленнің телефонынан Мақпалға хабарласып, ол болса барлық шындықты ортаға соғып, барлық мән-жайды айтып, тойға дайындықты тоқтататынын айтты. Раны аң-таң. Қанша жалынып жалпайса да Марленнің анасы тыңдауға да кідірмеді. Раны алып ұшып Алматыға келді, тікелей Марленнің үйіне келді. Жеңгесі табалдырықтан әрі кіргіздірмей, енесін шақырып келді. Толықша келген аққұба реңді көзді, шашын төбесіне домалата түйіп қойған, беті сырғанақтай жылтыраған, сәуле маңғаздана әр қадамы міндетсіне басып келеді. Амансыз ба құдағи? Деп жалпалақтай иіліп екі қолын соза берген Рананы менсінбей қарап. Аманбыз, иә, неғып жүрсіз адасып деп кекете сұрады. Құдағи, тойға дайындықты тоқтатқаныңыз қалай? Құдағи демегеніңіз абзал. Мен ондай қыздың анасымен құдағи болмақ түгілі бір үстелде отырып шайды ішпеспін. Қандай қыз? Не жазып қойды менің қызым? Сіз өзі қызыңызды көрдіңіз бе? Жоқ. Сіз өзі өтірік істеп тұрсыз ба, әлде шынымен хабарыңыз жоқ па? Неден хабар болуым керек, сөйле. Қызыңызды тауып алып сөйлесіңіз, сосын бәрін түсінесіз. Маған ондай жөрекпе керін керек емес. Әркімнен бала көтеріп ұлымның мойнына артып қойып отырар. Әкесі мұғалім болғанын қайтейін, елдің баласын тәрбиелегенше өз қызын тәрбиелемей ме екен? Дегенде Раноның екі құлағы шуылдап, қан қысымы жоғарылап кетті. Ұлы Әлібекке хабарласып Алматыға келгенін айтып, үйіне кетуін сұрады. Жазираның өзімен сөйлеспейінше әзірге тіс жармауға бел буды. Әкесіне де Алматыға шығарда тосынси жансамақшы болып шығып еді. Әлбек анасын көргенін қуанып, Жазираның Сәрбиназдың үйінде екенін айтқанда Раны сол жаққа апаруын сұрады. Ана жүрек қайғыдан қан жұтып, естігендері өтірік болса екен деп барады. Жылағысы келсе де ұлына білдірмей келеді. Жазира анасымен ағасын көре салап, іші бір пәлекетті сезді. Жүрегі тартылдап, аузынан шығып кетерде күй кешті. Барынша сабырлы көрінуге тырысып жүр. Сәрбиназ әпшесімен жиен ағасының келгеніне қуанып, дастархан әзірлеп қонақ жайлығын көрсетіп жатыр. Ранода үн жоқ. Қызын көзқарасымен жеп қояйын деп отыр. Тек Әлібектің кетуін күтіп отыр еді. Ол анасымен қарындасын кешкі әкетпекші. Әзірше жұмыстарын аяқтап алуға жолға шықты. Әлібек үйден шыға сала Рано Жазираның бетінен салып қалды. Қызы еңкілдеп жылап, ақталуға сөз таппай, тек көз жасын көлдете берді. Екеуінің арасында Сәрбиназ да дал болуда. Кімге жақтасарын білмейді. Рано қызынан бар шындықты біліп алды. Жазира жылап отырып айтып берді. 2 сағатқа созылған көріністің соңында күл болмасаң бүлбол салдақы. 2 бірдей әулетті жерге қаратып, оңамын деп отырсың ба, қателесесің. Кезінде осы бағланды адам құрлы көрмеп едің. Енді не бағланның қалдығын ішіп жатсың. Сауап саған. Сенде қызым жоқ менің. Әкеңе бәрін айтамын. Әрі қарай өміріңді өзің сүр. Бірақ біздің көзімізге көрінбе деп шығып кетті. Әлбекке хабарласып ұлының үйіне барып Есенгелдіге қоңырау сағып, барлығын жылап отырып айтып берді. Қызынан бас тартқанын да жасырмады. Есенгелді тұтқаны Әлбекке беруін сұрап, ұлын әбден сөзбен сабап алды. Сенгем сиырым сен болсаң, дегеннен бастап, сөгіс 40 минутқа созылды. Япыр-ай, әке жүректе осыншама ашулы болады екен-ау. Қызына да ұлына да осыншама кейіп, ренішін білдіріп жатыр. Осылайша әке мен аты, ана, ағаларым мен бір дана гүлдері Жазирадан бір сәтте бас тартты. Жаным арымның садағасы деген осы шығар. Жазира далада қалды. Барар жері басар тауы жоқ. Сабағы тағы да уайым. Марлен болса анасының сөзінен әрі аса алмады. Марленнің әкесі сол кезде ақ Қарағандыға оқуын ауыстырып жіберді. Жазирамен бір жерде жүргізбес үшін. Есенгелді мен Рана ауылдағыларға не айтарын білмей, қызымыз тойдан бас тартты, Түркияға оқуға кетті деп жалған сөйлеулеріне тура келді.
Ауылдың абыройлы тұлғалары осыншама былыққа батамыз деп әп сәтте ойламаған еді. Жазираның босандар уақыты жақындап қалды. Сәрбиназ оны далаға қуып шықпады. Босанып, бөпесі қатайғанша өзінің үйінде қалдырды. Жазира академиялық демалыс алуына тура келді. Өмірін түбегейлі өзгеріске ұшыратқан Асқарды ойламай таң атпайтын. Сағынып та жүр, әттеген қай жақтың тумасы екенін де білмейді. Ең болмағанда баласын бауырымен қатысырар еді. Ата-әжесіне еркелетіп өсірер еді. Арман қиял болып қала берді. Сол арманның жетегінде өмір сүрер ме еді. Сол күні көзі шындыққа жетпегенде. Айы күні жетіп перзентханаға керекті заттарын алу үшін базарға шықты. Ойында түк жоқ, базарлап жүр. Кенет арқа тұстан таныс дауыс, таныс түлкі. Жазира жалт қарады. О, тоба, Асқар. Дәл өзі. Өлдіге санап жүрген сүйгені Асқар қасында бір әйел және балалар барлығы базарлап жүр. Балалар папалап қояды. Демек осы балалардың әкесі. Қасындағы келіншектің де түрі таныс. Біраз ойланып есіне түсірді, кезінде жеңгем деп сыртынан таныстырған осы әйел. Асқар келіншегіне машинеге жолама шеф бар деп келіншегін жақындатпап еді. Ал көліктегі Жазираға оны жеңгем деп таныстырған болатын. Жазираның есіне сол мезет түсті. Алданған екемін ғой деп, іштей өзін өзі жей бастады. Қазір алдағанды көрсетем саған деп арқасынан қуып жетіп, Асқар деп дауыстап шақырды. Таныс дауысты естіген Асқар қайда қашарын білмей, амалсыз беруіне тура келді. Келіншегін алдыға түсіріп жіберіп, өзі Жазирамен сөйлесуге қалды. Келіншегі де бір момын, аңқау жан екен. Бар дегенге кете беретін. Сәлем, Жазира. Мен бәрін түсіндірейін. Нені? Қайта тірілуіңмен айтпақшы, жетісіп жүрсің бе? Бір қыздың өмірін сорлатып. Неге алдадың мені, айтшы? Не үшін? Мен саған о баста айтқым келген, бірақ сені сүйіп қалып, көркімге келтірмеші. Сүйгенін адам жылатпайды. Сен мені жылатпақ түгілі ішімдегіні де тірі жетім етіп тастап кеттің. Қандай жазығым бар менің? Кезінде адам сынбап едің ғой, какой-то таксист деп. Енді неғып какой-то таксистке жалынып тұрсың? Ақмақ, бір ауыз сөзім үшін сен бір адамның өміріне жауапты болып тұрғаныңды сезбей тұрсың ба? Мен қайдан білейін сенің көтеріп қоярыңды? Болған іс болды, бояусыңды. Баланың өмірі не болады дей бергенде әлгі келіншек, Данияр, тез болшы деп, анадайдан айқайлап шақырды. Бұны естіген Жазира, Данияр, сен сонда маған атыңды да өтірік айтқансың ба? Болды ма? Ризасың ба енді? Не керек менен саған? Алимент пе? Төлеймін ай сайын 7 000. Басқа мазамды алмашы. Жөнімен жүр. Бір жеріңді қысып, тыныш жүргеніңде еш бәледе болмас еді. Сонда кінәлі жалғыз мен пе? Сен емес, сенің сөзің, сенің мінезің. Сен өзімшілдігің, деді де теріс қарап кете берді. Жазира сөйлеуге де тілі келместен, сол жерде ес-түссіз құлады. Көзін ашса төбесі жап-жарық, көзі шағылысып қайда жатқанын түсінер емес. Дәрігерлер мен қайдамын? Қайтадан талықсып кетті. Есін екінші рет толық жинағанда жансақтау бөлімде жатыр екен. Қасына кішкентай шақалағында келіпті. Қай кезде, қашан қалай босанғанын да түсінер емес. Базарда қан қысымы жоғарылап, есіне талып жедел жәрдем шақырып перзентханаға жеткізілген екен. Дәрігерлер көп күтірмей баланы аман алып қалу үшін ота жасауларына тура келіпті. Қазір Жазираның ұлы 9 жасар. Өзі облыстық дәрежеде ауруханаларының бірінде дәрігер. Оқуын тамамдады. Бағлан мен Сарбиназдың арқасында дипломын алды. Интернатура, резидентура бәрін тамамдағанша солардың үйінде отырды. Бөлек шыққанына көп болған жоқ. Ата-анасымен сол күйі қатыспайды. Тек өзімен тетелес ағасы Марғұлан ғана бәрінен тығылып қарындасына келіп тұрады. Ақшалай киім-кешектей, азық-түліктей көмегін аямайды. Екеуі егіз қозыдай өскен соң Марғұланға Жазира тым жақын. Әлі күнге дейін тығылып келіп, шиенін қыдыртып кетеді. Мәрлен үйленбеді, Жазираны сүйетін көрінеді. Бірақ әкесі мен анасына бата алмай жүрді. Асқардан түк те хабар жоқ. Бір Аллаға тапсырды оны Жазира. Баяғы меншіл, сұлулығына да арқа сүйеген Жазира жоқ қазір. Сұлулық дейтіндей сұлулығы да қалмады. Уайымдаудың салдарынан уақытынан ерте қартайып кеткендей. Бет аузын әжім басып, жүзі солыңқы. Тек ұлы үшін ғана өзін өзі алға сүйреп, осы күніне жетті. 5 уақыт намазға жығылып,
жұмысына барып келіп, ұлын тәрбиелеп өмірі өтіп жатыр. Әттең, өзімшілдік-ай. Сұлулықтан бақ санаған менменшілдік-ай. Сұр болған сұлулық-ай. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Әңгімені аса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің әңгімемді 10 адамға тарата кетіңіздер.